Қайырлы күн оқушылар, жақында ғана барлығымыз алдағы уақытта ұбт-ға өзгеріс енетіні туралы жаңалықты естідік. Енді осы жаңалықты естігеннен кейін, осы тақырып бойынша сіздерге бір видео түсіру туралы ой келді. Алдағы уақытта емтихан қалай өзгерсе де, немесе қазіргі кездегі ұбт-ға қалай дайындалу керек деген сияқты мәселелерді бүгінгі видеода қозғайтын боламыз. Бірақ бүгінгі видеода ұбт-ға дайындалу үшін дәптердің сыртына өзіңе керек балды жазып қойып визуализация жаса, немесе таңғы 5-те тұрып оқысаң күшті болады деген сияқты ондай кішкене қияли әңгімелер айтпаймыз. Бүгінгі видеода қозғалатын мәселе кішкене басқаша. Бүгін біз ұбт-ға келетін сұрақтар туралы айтамыз. Сұрақтар, ұбт-ның сұрақтары. Оқушының бойынан қандай дағдыны тексереді, нені талап етеді? Қиындық деңгейлері бойынша А деңгейінің сұрағы қандай, В, С деңгейінің сұрақтары қандай болады деген сияқты мәселелерді талқылайтын боламыз. Мен енді өзім географ болғаннан кейін бүгінгі түсіндіретін мысалдарым, сұрақтарым барлығы география бойынша алынады, бірақ бұл тек қана географияға ғана қатысты емес, бұл ұбт-ның кез келген пәніне қатысты. Енді бұл нәрсені түсіну үшін бірінші сіздерге Testcenter KZ сайтынан бір құжаттың ішінен бір фрагментті көрсетейін. Testcenter KZ сайтында барлықтарыңыз білетіндей ұбт-ға қажетті құжаттардың барлығы жарияланған ашық түрде. Тест жоспары, яғни қай пәннен сұрақтар, қандай тақырыптар бойынша келеді, қанша сұрақ келеді, олар қандай форматта келеді, қай оқулықтардан алынады деген секілді ақпараттың барлығы жарияланып тұр. Енді соның ішінде бізде тест спецификациясы деген құжат бар. Сол құжаттың ішінде мынандай бір фрагмент бар. Оны қазір мына жерге экранға мен шығарып қойдым. ұбт-да келетін сұрақтардың қазіргі кезде жартысы, яғни 50% бізде А деңгейінің сұрақтары, қиындық деңгейі бойынша, 30% бізде В деңгейінің сұрақтары және 20% С деңгейінің сұрақтары. Бұл географияға ғана қатысты емес, бұл бүкіл пәнде осындай. ұбт-ның сұрақтары осындай пропорциямен беріледі. Енді 50% келетін А деңгейінің сұрақтары олар қандай сұрақтар, В деңгейінің сұрақтары қандай, С деңгейінің сұрақтары қандай, біз осыларды бүгін талқылайтын боламыз. Енді бастайық. Жалпы ұбт сұрақтары бізден нені тексереді, оқушының бойынан нені білгісі келеді, нені көргісі келеді. Ол бізде оқушының бойындағы ойлау дағдылары. Блум таксономиясы бойынша әрбір тақырып өтілген кезде, қандай пән болса да, ол физика болсын, химия, география, математика болса да, кез келген тақырып өтілген кезде оқушының бойында сол тақырып бойынша 6 ойлау дағдысы қалыптасып шығуы керек. Бала кабинеттен шыққан кезде осындай 6 дағдымен шығу керек. Ол дағдылар бізде ең төменгі дағдылар білу және түсінуден бастап, әрмен қарай жоғарғы ойлау дағдыларына көше береді. Қолдану, талдау, жинақтау және баға беру. Яғни бала осындай 6 дағдымен шығуы қажет. Енді осы 6 дағдының қайсылары қалыптасқанын біз әртүрлі сұрақтармен тексереміз. А деңгейінің сұрақтары бізде, яғни оңай сұрақтар, оқушының бойындағы ең қарапайым, ең төменгі ойлау дағдыларын ғана тексереді. Білу және түсіну. Яғни белгілі бір тақырып өтілген кезде, сол тақырып бойынша ақпараттарды оқушы біледі ме немесе білмейді ме, түсінеді ме, түсінген жоқ па? Ең қарапайым нәрсе, фактілерді, ақпараттарды жатқа білуді ғана тексереді. Екінші, В деңгейінің сұрақтары бізде сол тақырып бойынша ақпаратты бала қолдана алады ма, және анализ жасай алады ма, өмірлік басқа контексттерде қолданып, сол бойынша бір анализ жүргізе алады ма. Осындай дағдыларды тексеретін сұрақтар. Ал үшінші бізде С деңгейінің сұрақтары, ол жоғарғы ойлау дағдыларын тексереді. Тақырып бойынша алған білімімен бала өмірдегі басқа бір проблемалардың шешімін ұсына алады ма, немесе басқа бір ситуацияларда бір модель құрастырып шығара ала ма, осы алған тақырып бойынша, осы алған білімі бойынша. С деңгейінің сұрақтары баланың бойынан осындай дағдыларды тексереді. Енді бұл практика бойынша қалай көрінеді? ұбт-да А, В, С деңгейінің сұрақтарын біз қалай ажыратамыз? Енді кеттік, бастайық. Бірнеше үлгілерді көрсетемін. Бірінші бізде А деңгейінің тапсырмасы қандай? Бұл ең қарапайым сұрақтар, тек қана білу мен түсінуді ғана талап етеді. Мысалға, Қазақстан аумағында ұзындығы 1000 километрден асатын өзендер. Бұл сұрақтың жауабы кітапта бізде нақты сол қалпында жазылған. Мысалға, бізде оқулық KZ сайтынан 9-шы сыныптың кітабының ішінде Қазақстанның өзендері деген тақырыпта дәл осы ақпарат жазылып тұр. Қазақстан аумағында 85 мыңнан астам өзен бар. Соның ішінде ұзындығы 1000 километрден асатын 7 өзеннің аты жазылып тұр. Сұрақтың жауабы дәл сол қалпында кітапта беріліп тұр. Бала, яғни оқушы, осы ақпаратты біледі ма немесе білмейді ма? Сұрақ соны ғана тексеріп тұр, яғни білу дағдысын ғана.
міне ең төменгі дағдыны тексереді. Бұл сұрақтарға жауап бере алу үшін бала жай ғана белгілі бір ақпараттарды жатқа білсе болды. Бұндай сұрақтардың үлесі ұбт-да тек қана 50%-ды ғана құрайды. Өкінішке орай, егер сіз ұбт-ға дайындық кезінде тек қана мысалға 7-ші сыныптан 11-ге дейінгі кітаптардағы бүкіл ақпараттарды жатқа білсеңіз де, егер сіз тек қана жатқа білумен ғана шектелсеңіз, онда сіз 50% сұраққа ғана жауап бере аласыз. Сол үшін біз бұл дағдылармен шектелмеуіміз керек, яғни тек қана білу, түсіну дағдылары ғана бізге жеткіліксіз. Сол үшін біз келесі жоғарғы дағдыларға көшуіміз керек. Мысалға, ол қандай дағдылар? Мысалы, В деңгейінің тапсырмасы қандай болады? В деңгейінің тапсырмасы ұбт-да мынандай сұрақ. Мысалға, берілген климатограмма тән қаланы анықтаңыз. Бізге мынандай бір климатограмма беріледі. Бұның не екені туралы менің географиядағы тегін сабақтарым тұр ютубта, полный, бастан аяқ дайындалып шығуыңызға болады. Сол жерден біле аласыз. Енді мына сұраққа жауап бере алу үшін балада қандай дағды болу керек? Бала кітаптағы барлық ақпараттарды, сөздерді, сөйлемдерді 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін кітаптың барлығын жатқа білсе де, мына сұраққа өкінішке орай жауап бере алмайды. Неге? Өйткені бұл сұрақтың жауабы ешқандай кітаптың нақты бір жерінде тура ол күйінде жазылып тұрған жоқ. Бала бұл тақырыпқа, мына сұраққа жауап бере алу үшін бірнеше тақырыптағы ақпараттарды қолданып белгілі бір анализ жүргізе алу керек. Мысалға, климатограмманы оқу туралы кітаптың бір тақырыбында толықтай түсіндірілме берілген. Мысалға, мына климатограмманың астындағы әріптер нені білдіреді, оң жағындағы шкала нені білдіреді, сол жағындағы шкала нені білдіреді. Климатограмманы оқу туралы мәселе ол бөлек бір тақырып, ол бір кетті. Сол арқылы мына климатограммада қандай ақпараттар берілгенін бала оқи алу керек, ол бірінші дағды. Екінші, осы алынған ақпараты бойынша бұл климаттық ерекшеліктер қай климаттық белдеуге сәйкес келетінін анықтай алу керек. Екінші тақырыппен байланыстыра алу керек. Мысалға, мына жердегі температураның өзгергеніне қарап, жауын-шашын мөлшеріне қарап, ол жер бетіндегі қай климаттық белдеуге сәйкес келеді. Екінші нәрсе. Үшінші, бізде берілген АВСД варианттарында берілген 4 қаланың қайсысы сол климаттық белдеуде орналасқан. Осы 3 нәрсе, яғни әр түрлі тақырыптан ел тану, климаттық белдеулер, климатограмманы оқу деген сияқты 3 тақырыптың ақпараттарын біріктіріп, анализ жасау нәтижесінде ғана бала мына сұрақтың дұрыс жауабын таба алады, соған жете алады. Егер жай ғана жаттаумен, тек қана сомен ғана шектелетін болсаңыздар, сұрақ жауап, мынаның жауабы В болады, мынаның жауабы С болады деген сияқты. Онда өкінішке орай бұндай сұрақтарға жауап бере алмайсыздар. Сол үшін біз дайындық кезінде тек қана жаттаумен шектелмеуіміз керек. Енді ол туралы қазір толығырақ айтам. Тағы да бір-екі үлгі көрсетейін. Мысалға, В деңгейінің тағы да бір тапсырмасы. Ойдан құрастырылған бір мемлекет, Д мемлекетінде зейнетке шығу жасы өте төмен, жұмыссыздыққа байланысты берілетін әлеуметтік көмектің көлемі өте жоғары, орташа жалақының 90%-ын құрайды дейді. Өте жоғарғы көрсеткіште төлемақы беріледі деген. Енді Д мемлекетінің экономикалық даму моделін анықтаңыз дейді. Мына сипаттамаға қарап отырып, бұл мемлекет дамудың қандай жолын таңдағанын біз білуіміз керек. Енді бұл сұраққа жауап бере алу үшін, яғни бұл сұрақтың жауабы да кітаптың ешқандай шетінде нақты сол күйінде жазылып тұрғаны жоқ. Жай ғана жаттау жеткіліксіз. Бұған байланысты кітапта мынандай ғана ақпарат берілген. Бір ғана абзац. 10-ші сыныптың геоэкономика бөлімінде дамыған мемлекеттер өзінің экономикасын дамыту үшін қандай жолды таңдады? Негізгі даму үлгілері бар. 4 негізгі даму үлгісін көрсеткен, соның бір үлгісі мынау. Әлеуметтік бағдарланған модель. Ол қандай елдерде бар екені, ең негізгі бұл модельдің ерекшеліктері қысқаша сипатталып кеткен. Енді бала осы бір абзасты оқығаннан кейін, осы жерде жазылған нәрсені өмірлік басқа ситуацияларда қолдана алу керек. Яғни дәл осы жазылған күйінде жатқа білу жеткіліксіз. Мына жерде жазылып тұрған нәрсенің ол мемлекеттегі зейнетке шығу жасының өте төмен, яғни халықтың көбісі зейнетке жету өте оңай екенін, мемлекеттегі табыстың көбінесе адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталатынын, осы жазылған сипаттамаға қарап бала түсіне алуы керек, байланыстыра алу керек. 4 модельді танысып біткеннен кейін, әлеуметтік бағдарланған, либералды, иерархиялық бірлестік модель. 4 модельдің ерекшелігін бала оқып білгеннен кейін, әрбір модельдің шынайы өмірдегі мысалдарын біле алуы керек. Қолдану дағдысы деген сол, анализ дағдысы деген сол. Бұл сұрақтың жауабын жай ғана жаттаумен біз таба алмаймыз.
Енді келесі, С деңгейінің тапсырмасы қандай болады? Қиындық деңгейі бойынша ең жоғарғы дағдылар. Мысалға, 11-ші сыныптың геоэкология бөлімінде экологиялық із деген тақырып бар. Сол тақырыпты өткеннен кейін оқушыға мысалға ұбт-да мынандай сұрақ келеді. Экологиялық ізді азайтуға бағытталған іс-шара немесе іс-шаралар. Енді қысқаша түсіндіріп кетейін, мына жерде география таңдайтын оқушы бар, таңдамайтын оқушы бар. Қысқаша экологиялық із дегені не екенін түсіндіріп кетейін. Экологиялық із деген әрбір адамның қоршаған ортаға немесе табиғатқа түсіретін нагрузкасы. Әрбір адам күнделікті су ішу арқылы, тамақ жеу арқылы, ауа жұту арқылы қоршаған ортаға белгілі бір деңгейде нагрузка түсіреді. Егер көп өнім тұтынған сайын, адам егер күнделікті әр нәрсені тұтынатын болса, онда оның нагрузкасы өте көп. Көп от жағатын болса, көп су ішетін болса, көп ет жейтін болса, онда ол табиғатқа көп нагрузка түсіріп жатыр. Ал егер ол аз өнім тұтынатын болса, онда оның табиғатқа түсіріп жатқан нагрузкасы да аз. Енді міне экологиялық іздің не екенін өтеді тақырыпта, және ол тақырыпта тағы қандай ақпараттар берілген. Ол тақырыпта экологиялық іздің өлшем бірлігі қандай, ол қандай көрсеткіштер арқылы есептеледі, 6 түрлі көрсеткіші бар. Қай мемлекеттердің халқының экологиялық ізі жоғары, қай мемлекеттердің халқының экологиялық ізі төмен деген секілді негізгі базовый ақпараттар беріледі ол параграфта. Міне сол параграфтар ақпараттармен ол параграф бітеді. Енді мына сұрақтың жауабы қайтадан ешқандай жерде жазылмаған, ол кітаптың ішерінде дәл осы күйінде жазылып тұрған жоқ. Енді бұл сұраққа жауап бере алу үшін бала баға бере алу керек. Күнделікті өмірде қоршаған ортада болып жатқан іс-әрекеттердің қайсысы адамның экологиялық ізін азайтады немесе азайтпайды? Міне ең жоғарғы дағды деген сол. Тақырып бойынша алған білімін өмірдегі ситуацияларға қолдана алу керек, баға бере алу керек. Бір проблеманың шешімін ұсына алу керек. Мысалға, енді мына сұрақ қазір сіздерге сәл оңайырақ сияқты болып көрінуі мүмкін. Ол неге олай көрініп тұр? Өйткені бұл сұрақ бізде жабық тест форматында берілген, яғни шектеулі варианттармен беріліп тұр, 6 вариантпен. Біз сол шектеулі варианттардың арасынан таңдайтын болғандықтан бұл сұрақ сәл оңай сияқты көрінуі мүмкін. Ал егер бұл сұрақ жай ғана ашық сұрақ форматында берілген кезде, ол нағыз баланың жоғарғы ойлау дағдыларын тексеретін еді, баға беру деген секілді. Енді қысқаша талдап көрейік осы сұрақты. Мысалға, экологиялық ізді азайтуға бағытталған шаралар. Күніне 2 рет ванна қабылдау. Ол адамның суды тұтыну деңгейін қатты арттырып жібереді. Яғни экологиялық ізін азайтпайды, бұл керісінше көбейтіп жібереді. Бала 6 іс-әрекеттің әрқайсына баға беріп шығу керек. Точно А варианты емес, қате бұл. Екінші, ағаштан жасалған жиһаздарды қолдану. Бұл экологиялық ізді азайтпайды да, көбейтпейді да. Адамдар онсыз да ағаштан жасалған жиһаздарды көп қолданады. Ол экологиялық ізді сол қалпында сақтап тұрады. Орман ізін азайтпайды да, көбейтпейді да. Яғни бұл нейтральный, яғни точно дұрыс жауап емес. Үшінші, күн сайын саябаққа шығып жүгіру. Бұның адамның табиғатқа түсіретін нагрузкасына мүлдем қатысы жоқ. Яғни азайтатын да, көбейтетін де іс-әрекет емес, ол адамның денсаулығына қатысты іс-әрекет. Яғни бұл да қате жауап. Міне баға беріп кетіп бара жатырмыз, әрбір іс-әрекетке баға беріп жатырмыз. Оқушы баға беріп жатыр. Төртінші, қоғамдық көліктерді пайдалану, автобус, метро деген сияқты. Енді қараңыздар, осы іс-әрекет бізде адамның экологиялық ізін азайтады. Неге? Өйткені қоғамдық көліктің орнына егер әрбір адам өзінің жеке автокөлігін пайдаланатын болса, әрбір адам жеке бір машинамен жүретін болса, онда ол ауаға көбірек көмірқышқыл газын шығарады, көбірек түтін шығарады. Егер мысалға бір автобустың ішіндегі 20 адам әрқайсысы бір машинамен жүретін болса, онда 20 машина ауаға өте көп мөлшерде зиянды қалдық шығаратын еді. Олар 20 көліктің орнына барлығы бір автобусқа отырғанның арқасында, немесе бір метроға отырғанның арқасында ауаға әлде қайда азырақ көмірқышқыл газы бөлінді, азырақ түтін бөлінді. Міне осы іс-әрекеттің арқасында осы 20 адамның экологиялық ізі азайды қалыпты жағдайға қарағанда. Міне осындай баға беру арқылы біз бұның дұрыс жауап екенін білеміз. Келесі, мектептерді электронды оқулықтар қолдануға көшіру. Кәдімгі қағазға басып шығарылған кітаптарға қарағанда, дәптерлерге қарағанда, электронды оқулық, кәдімгі планшеттің, смартфонның, ноутбуктың ішінде қарайтын әртүрлі форматта, PDF форматта деген сияқты. Бұл іс-әрекет, бұл да адамның экологиялық ізін азайтады. Неге? Өйткені жыл сайын мемлекетте бірнеше миллиондаған оқушы, олардың әрқайсысы оқитын кәдімгі қағаздан жасалған оқулықтарды шығару үшін қанша мөлшерде орман ағаштары кесіледі. Яғни олардың түсіріп жатқан орман ізі қатты үлкен еді, олардың барлығы қағаз оқулық қолданып жүрген кезінде.
Енді олар қағаз оқулықтан бас тартып электронды оқулықтар қолданатын болса, онда бұл миллиондаған оқушының орман ізі азаяды. Яғни оларға бұрынғыдай қағазбен кітап жасап беру үшін қаншама ормандарды кесудің, оларды өңдеудің қажеті жоқ. Қоршаған ортаға түсіріп атқан нагрузкасы азайды. Осындай баға беру арқылы міне бізде бұрында дұрыс жауап екенін білдік. Тағы келесі соңғысы, қалада көп қабатты үйлердің санын арттыру. Бұл да бізде адамның экологиялық ізін азайтады. Құрылыс ізі деген, құрылыс аумағы. Мысалға, егер 100 отбасы деп алайық, 100 отбасы әрқайсысы жер үйде тұратын болса, онда олардың үйлерінің салынуына кеткен құрылыс аумағы өте үлкен болатын еді. Жер шарының өте үлкен бөлігін алып тұратын еді. 100 жер үйдің алып жатқан ауданы. Егер ол 100 отбасы әрқайсысы жер үй салудың орнына бір мысалға үлкен 30 этаждық немесе 25 этаждық домда тұратын болса, ол жер бетінің аз ғана бөлігін алады, яғни құрылыс аумағы әлде қайда кішірейеді. Міне бұл іс-әрекет те адамдардың экологиялық ізін азайтады. Міне осындай баға беру арқылы күнделікті әртүрлі болып жатқан ситуацияға баға беру дағдысын мына сұрақ тексеріп тұр. Енді жабық тест форматында болғаннан кейін кішкене оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ егер ашық форматта бұл сұрақ берілетін болса, бұл толыққанды С деңгейінің сұрағы. Қазіргі кездің өзінде бұл кәдімгі С деңгейінің сұрағы. Міне осы секілді сұрақтарға жауап бере алу үшін, ұбт-да жоғары балл жинау үшін біз жай ғана жаттаумен шектелмеуіміз керек. ұбт-ның сұрақтары бізден осындай дағдыларды талап етеді. Енді қалай дайындалу керек деген сұрақ туындайды. Қалай дайындалу керек? Ең басты есте сақтау керек нәрсе, қай пәннен қай тақырыпты оқып жатсаңыз да, мына 6 дағды естеріңізде болсын. Әрбір тақырыпты оқып біткен кезде өз-өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Қаншалықты менде бүгін осы берілген тақырып бойынша мына 6 дағды қалыптасты. Егер сіздер жай ғана тақырыпты оқып біткеннен кейін сол тақырыптың ішіндегі ақпараттарды біліп түсініп осымен ғана шектеліп қалып кететін болсаңыздар, ол тақырыптың ақпараттарын өмірлік басқа ситуацияға қолданамайтын болсаңыздар, немесе бұл білімді қолданып бір проблеманың шешімін ұсына алмайтын болсаңыздар, онда сіздерде уже проблема бар деген сөз. Тек білу түсінумен шектеліп қалып кетуге болмайды. Ал енді бұл проблеманы қалай жөндейміз, қалай тексереміз бізде 6 дағдының қалыптасқан немесе қалыптаспағанын? Өзімізге бір нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ. Біз үшін барлық нәрсені уже жеңілдетіп қойған. Бізде мысалға кітаптар бар, кәдімгі оқулықтар, мектеп бағдарламасының оқулықтары. Міне оқулық кезет сайтынан мен біреуінің скриншоттарын алдым. Мынау бізде мысалға 9 сыныптың мектеп баспасының кітабы, Қазақстан географиясы. Мына жерде байқасаңыздар, міне 3 нәрсе бізге өте маңызды. Біздің бүгінгі айтқан әңгімемізге ұқсас, міне білу және түсіну, талдау және қолдану, бағалау және болжау. Мына үшеуінің шартты белгісін жаттап алыңыздар. Міне 3 шартты белгі. Кітаптың әрбір параграфы біткеннен кейін бізге уже А, В, С қиындық деңгейлері бойынша тапсырманы алдымызға беріп қойған. Біздің оқу ағарту министрлігі оқушылардың жағдайын ойлап, бұны бізге істеп қойды уже. Өзімізге бір С деңгейінің сұрағын іздеп, миды қатырудың қажеті жоқ. Міне, бір параграф біткеннен кейін астында мынандай сұрақтар тұрады. Шартты белгісін қараңыздар. Басында білу түсінуді ғана талап ететін сұрақтар. Міне, 6 сұрақ бастапқы. Бұл тек қана білу түсіну. Міне, пайдалы қазба дегеніміз не? Пайдалы қазбалар қандай топтарға бөлінеді? Қазақстан ненің қоры бойынша бірінші орын алады? Сарқылатын ресурстарға не жатады? Тек қана білу мен түсінуді қажет ететін сұрақтар. Егер сіздер мына 6 сұраққа жауап бере алсаңыздар, параграфты оқып біткеннен кейін, онда білу түсінумен сіздерде проблема жоқ деген сөз. Енді келесі, астындағы келесі 3 сұрақ. Бұл уже талдау мен қолдану, В деңгейінің сұрақтары. Қазақстанның минерал ресурстары әлемдік маңызға ие екендігіне дәлел келтіріңіз. Яғни қолдану, басқа өмірлік ситуациялармен салыстыру. Пайдалы қазбалар қандай күштердің әсерінен қалыптасады? Неге біз минералды шикізат ресурстарын тиімді және ұқыпты пайдалануымыз керек? Өз ойыңды дәлелде дейді. Яғни оқушыны анализ жасауға итермелеп жатыр. Ситуацияларды салыстыруға, пайдалы қазбаны дұрыс өндірудің маңызды екенін түсінуге, соған байланысты бір пікір білдіруге деген секілді. Міне В деңгейі. Егер сіздер осы 3 сұраққа жауап бере алатын болсаңыздар, онда сіздерде талдау және қолдану дағдылары қалыптасты деген сөз. Келесі 3-ші, С деңгейінің тапсырмалары. Баға беру, жасап шығару. Кескін картаға шартты белгілердің көмегімен ірі пайдалы қазба кен орындарын белгілеңдер. Және тектоникалық картаға талдау жасай отырып, платформа мен геосинклинальда пайда болатын пайдалы қазбаларды анықтаңдар дейді. Яғни біз Қазақстанның пайдалы қазбалары деген тақырыпты өткеннен кейін
сіздер жай ғана мынандай ақпаратпен қалып кетпеулеріңіз керек. Мысалға, Қазақстанның ірі мұнай кен орындары Доссор, Мақат, ірі газ кен орындары Қарашығанақ, Теңіз, Жаңажол, или Хром кен орындары Кемпірсай, Дөң деген сияқты жай мәтін күйінде ақпарат мида қалмау керек. Ол тек қана білу түсіну дағдысы. Біз не істеуіміз керек? Пайдалы қазбалар деген тақырыпты өтіп біткеннен кейін біз оны басқа тақырыптармен байланыстырып анализ жасауымыз керек. Мысалға, бір заңдылықтарды таба алуымыз керек, баға бере алуымыз керек. Мына кескін картаға сызудың мәні неде? Ең соңғы тапсырмаға қарап көрейік. Мысалға, екі картаны бір-бірімен салыстырамыз. Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы мен Қазақстанның жер бедері картасын бір-бірімен салыстыратын болсақ, біз бір заңдылықтарды байқай аламыз. Міне, оқушы сол заңдылықтарды анықтап шығу керек бұл тақырып біткеннен кейін. Мысалға, ол қандай заңдылықтар? Мұнай, газ кен орындарын картадан белгілеген кезде, ол картаны егер физикалық картамен салыстыратын болса, оқушы бірден мына бір нәрсені түсінеді. Қазақстан аумағында мұнай мен газдың кен орындарының барлығы ойпаттарда орналасқан, абсолюттік биіктігі төмен жерлерде. Яғни ол случайно нәрсе емес. Яғни сіздер мәтін бойынша жай ғана жаттап алу жеткіліксіз, сіздер заңдылықтарды түсінулеріңіз керек. Неге мұнай мен газ сияқты органикалық шөгінділер ойпаттарда, абсолюттік биіктігі төмен жерде, теңіз жағалауында, Каспийдің жағасында, Аралдың жағасында, ойпаттарда қалыптасқан. Және болжам жасай алуларыңыз керек. Осы заңдылыққа сүйеніп, мынандай болжам жасап шығару керек бала. Егер алдағы уақытта Қазақстаннан тағы да бір мұнай газ кен орны ашылатын болса, әлі ғалымдар анықтамаған тағы бір мұнайдың газдың ірі кен орны ашылса, ол, скорее всего, осы ойпаттардың біреуінен табылады. Бала осындай выводпен шығу керек ең соңында. Жай ғана бағанағы темірдің ірі кен орындары Соколов, Сарыбай, мыстың ірі кен орындары Қоңыратсаяқ, Бозшакөл деген ақпаратты жаттап, болды мен дайынмын деп шығып кетпеу керек. Өйткені ол ұбт үшін жеткіліксіз, және алдағы уақытта ұбт жақсырақ сапасы артқан кезде тем более жеткіліксіз болады. Міне, осындай болжаммен осындай қорытынды жасай алатындай деңгейде шығуымыз керек. ұбт-ның сұрақтары бізден осы дағдыларды талап етеді. Міне, бағанағы заңдылық өте маңызды, мұнай мен газ кен орны табылатын болса, ол ешқашан таулы аймақтан табылмайды. Таулы аймақта мұнай мен газ кен орындарының пайда болуы мүмкін емес. Өйткені органикалық шөгіндінің барлығы абсолюттік биіктігі төмен жерге жиналады. Бекерден бекер ол Каспийдің жағасында, бекерден бекер Аралдың жағасында емес. Біздің солтүстікте де ойпат бар, мысалға Батыс Сібір ойпаты. Негізі ол жақта да логикаға сүйенсек, ол жақта да мұнай мен газ кен орындары болуы керек. Бірақ Қазақстан аумағында ол жоқ. Бірақ Батыс Сібір ойпатының Ресейдегі бөлігінде ірі мұнай газ кен орындары бар. Яғни мұнай мен газдың кен орындары ойпаттарда түзіледі деген логикамыз біздің бұзылған жоқ. Ол жай ғана Қазақстан аумағында көрініс таппай тұр пока. Бірақ сәл ары қарай қарайтын болсақ, Ресейдің жеріне, Батыс Сібір ойпатының орталық бөлігінде ірі мұнай газ кен орындары бар. Міне, бірнеше тақырыптарды бір-бірімен байланыстыру арқылы осындай қорытындыға келуіміз қажет. Енді тағы да не істеу керек деген сұрақ туындайды. Жай ғана кітаптың соңындағы сұрақтарға жауап беру, бұл уже бірінші қадам. Одан бөлек, менің енді өзімнің тәжірибемде, оқушыларды бірнеше жыл ұбт-ға дайындап жүрген кезде, қандай оқушыларда жоғарғы ойлау дағдылары қалыптасады, тез қалыптасады, жақсы қалыптасады. Ол көбінесе ойын көп ойнайтын, кинолар, сериалдар, жалпы кругозоры үлкен оқушыларда, көргені көп, естігені көп оқушыларда жоғарғы ойлау дағдылары жақсы қалыптасады. Неге? Өйткені ойындардың барлығы бізде, телефоннан ойнайтын ойындар болсын, компьютерден ойнайтын ойындар болсын, ойындардың барлығында, мысалға бір инструкция, бір ақпарат берілген кезде, ол ақпарат жайдан жай берілмейді. Бала ойын ойнау арқылы ойынның ішіндегі кез келген бір ақпараттың сол ойынның ішіндегі қолданысын іздейді. Анализ жасайды, ол ақпаратты қолданады, сол ақпаратты қолданып ойынның ішінде бір шешім қабылдайды. Міне, жоғарғы ойлау дағдылары деген сол. Және ойынды көп ойнаған бала кәдімгі тақырыпты тыңдап отқан кезде де, географиядан болсын, физикадан болсын, любой бір тақырыпты тыңдап отқан кезде, ол ақпаратты просто так мәтін күйінде қабылдамайды. Ол бала ақпараттың бірден қолданысын іздейді. Ол ақпаратты өмірде қайда қолдануға болады? Оның бұған дейін көрген нәрселердің ішінде қайсымен қатысы бар бұл ақпараттың? Бірден жоғарғы ойлау дағдыларын іске қосады. Сол үшін кеңес берем, ойын көп ойнаңыздар, ол жаман нәрсе емес. Телефоннан болсын, компьютерден болсын, кинолар көп қараңыздар, әртүрлі жанрда, жаңалықтар көп қараңыздар. Әлемде не болып жатыр, Қазақстанда не болып жатыр, қандай қоршаған ортада өзгерістер болып жатыр, экономикада, саясатта қандай өзгерістер болып жатыр. Өйткені география жер бетіндегі бүкіл процесті қамтиды. Тек қана география емес, кез келген пәннен тақырыпты жақсы түсіну үшін
жоғарғы ойлау дағдылары жақсы қалыптасу үшін кругозор кең болуы қажет. Ең соңғы қорытынды нәрсе сабақ процесі кәдімгі. Кез келген пәннен, кез келген тақырыпты түсіндірген кезде, оқыған кезде сабақ процесі тек жазу мен жаттау процесінен тұрмау керек. Енді осы жерде бір ескерту айтып кетейін. Осыны айтқан кезде бір оқушылар былай ойлап қалады. Сонда не ештеңе жаттамау керек па деген сияқты. Олай бірден екінші радикальный жаққа секіріп кетпеңіздер. Жазу мен жаттау процесі керек, бірақ тек қана омен шектелмеңіздер. Яғни ол жұмыстың жартысы ғана. Жазу, жаттау жұмыстың жартысы ғана. Әрмен қарай жоғарғы дағдыны қалыптастыруға арналған жұмыстар қалып кетпесін. Осы мағынада айтылып жатыр. Мына жерге соны ескерту деп жазып қойсам болады, ерінбей. Жаттаңыздар, бірақ тек жаттаумен шектелмеңіздер. Қысқаша бүгінгі видеоның келетін түйіні осы. Барынша енді осы ойды жеткізуге тырыстым. Бір пайдалы нәрсе алдыңыздар деген үміттемін. Егер тағы да сұрақтарыңыз пайда болып жатса, тағы да бір нәрсені қосымша білгілеріңіз келсе, видеоның астына комментке жазсаңыздар болады. Мен барлық сұрақтарды оқимын, жауап беремін. Және пайдалы болса тек қана қуаныштымын. Осымен менің жеткізгім келген ойым аяқталды. Барлықтарыңызға көп рахмет. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, ұбт тапсыратын достарыңызға жіберіп қойыңыздар.